Осы жұрт Ескендірді білен екен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды, жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алатын қарады, оңды солды. Ха-ха-ха, хандардың ханы мен боламын. Атағы талай жерге оның жетті, жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер етіп жарақтанып, есіткен елдеріне жүріп кетті. Ескендір елді алмаған хан қоймады, алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын тақташылап, жердің жүзін алуға ой ойлады. Жасауыл, әскер басар мен omды шақыр. Әміршім, шақыртуыңыз бойынша келіп барлық әскерді жина, Нартәуекке сан сынақтардан өтіп келеміз. Бұл жолда жеңіске бір жетеміз. Әміріңізге құлдық қайтер. Су алып кел. Қанем, енсіз аралды шарлап келеміз. Сонда да бір тамшы су таппай келеміз. Әскерлердің бәрі шөл қатып, аз қалдық. Не дейсің? Су? Бір тамшы суға зар болғанымыз ба? Су табыңдар. Су болмауы мүмкін емес. Қолбасшы, сонау жылтырап жатқан не нәрсе болды екен? Қайсы? Мүмкін су. Су. Әлсіреген адамға күш беретін су. Неткен тәтті су. Өмірімде бұндай су ішіп көрмеппін. Бұл неткен су. Бәрін де ішіп, бұл суға бетіңді жу. Бір бай елдің осы сумен шыққаны шығар. Өлеп бар үстіне тігеліп ту. Бұл салқын сәтте қанар қансын, шек келер маған жан жоқ. Менен қалмай бұл суды шапшаң үрлеп, талқанын шақырды. Алыңыздар! Алға! Ашындар қақпаны! Қақпаны саған ашар рұқсат жоқ. Бұл Құдайына бастайтын қақпа. Білмесем мен Ескендір патша боламын. Жер жүзін бәрін соғыстан жеңген мен. Аш қақпаны, аш! Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең. Мықты болсаң, өзіңнің нәпсіңді жең. Іші тар, көре алмастың біреу сен. Ондай кісі бұл жерге келмейді. Адамзат, ятың мен арынды алға сатып, ятсыда иман жоқ, түкке жетер. Судың да сұрауы бар, су төккеннің жауы бар. Оның астарында суды үнемдеу, суды ысыға бермеу, суға құтты қару деген көптеген мағына жатыр. Судың нығметі үшін шүкіршілік ету, қортымен, айтумен жүзеге аспайды. Суды дұрыс, тиімді, үнемдеп және ұтымды пайдалана білу керек.